Армысыздар, құрметті көрермен. Біз жиі айтатын діндарлық пен зайырлық дегеніміз не? Ал жалпы айтқанда дін мен қоғам деген не? Неліктен біздің қоғамда дін десе тек шектеулер мен болмайды деген түсінікті жиі айтады? Біздің жаңа арнайы бағдарламамызда осы және басқа да сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Қош келдіңіздер. Рудный тұрғындары сізді бас имам ретінде көбісі таниды. Бірақ біз біле бермейтін, халық біле бермейтін ақпаратты бірінші сұрағым келіп отыр. Дінге қалай келдіңіз деген сұрақ. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Әрине дін саласына міне 30 жылға жуықтап қалды қызмет жасап жатқанымызға. Туып өскен жерім оңтүстік Түркістан облысы, қазіргі бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар деген елді мекенде туып өстім. Сол ата-анамыз ортада 5 ер баламыз, мен отбасында екіншімін. Әрине мен өз басым дін саласына ерте, сол 90 жылдар басында келе бастадық. Ауылымызда мешітте ұстаз келіп дәріс сабақ берді, араб тілінен қызығып, қаншама ауылдың жастары білім алып, сол 6-7 сыныптардан бастап осы қызығушылық болды. Содан 9 сыныпты бітіргеннен кейін мен медресеге кетем дедім ата-анама. Менің осы дін жолын таңдаймын деген ниет болды. Содан бері медреседе оқыдық, ислам институтында оқыдық. Және мынау ислам институтын бітіргеннен кейін Лисагос қаласына жолдамамен имамдық қызметке келіп, сол қалада қызмет атқардық. 21 жылдан астам. Одан кейін Қарабалық ауданында 6,5 жылдай онда қызмет жасадық. Енді мына Рудный қаласында 2 жылға кетті, 1,5 жылдан асты. Осы Рудный шаһарында имамдық қызметті атқарып жатқан жағдайымыз бар. Дін және қоғам деген жалпылама атауға тақырыпқа тоқталмас бұрын жеке-жеке анықтама бере аласыз ба? Дін деген не, қоғам деген не? Әрине, әділетті Қазақстан құрамыз, ізгі қоғам құрамыз деп қазір президентіміз бастама бастады. Біздің Қазақстан көп ұлтты, көп дінді мемлекет. Ұлт өкілдері қаншама ұлт өкілдері мекендеп жатыр. Татулықта, бірлікте, ынтымақта өмір сүріп жатыр. Ислам бағыты Қазақстанда бұл заңнамамен бекітілген, яғни дұрыс, яғни дәстүрлі ислам жолы, Ханафи мазхабы, Матруди ақидасы, және осы бағытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, яғни муфтият деп атаймыз, біздің жоғарғы орган, кәдімгі Қазақстан бойынша бүкіл мешіттердің діннің қызметін қадағалайтын және имамдарды тағайындайтын, тікелей дінге жауапты бізде муфтият, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болып табылады. Бүкіл Қазақстандағы мешіттер, 3000-нан аса мешіттер сол муфтияттың бөлімшесі, филиалы. Солай бөлімше болып, барлық мешіттер қызмет атқарады. Оның сыртында 10 медресе бар, 1 университет бар, қариялар мектебі, 2 қариялар мектебі ресми, және қыздардың медресесі бар. Осы дін саласында аталған жаңағы мекемелер қызмет, заң аясында қызмет атқарып жатыр. Енді дін мен қоғам қалай байланысады? Өйткені біз қоғамның бір мүшесіміз. Мешіттердің барлығы, қала болсын, елді мекенде болсын, сол қоғаммен тығыз байланысты біз қызмет атқарамыз. Елдің арасында жүреміз. Күнделікті мешітте болсын, басқа жерде болсын, жаңағы күнделікті біздің діни рәсімдерін атқарамыз. 5 уақыт намаз, оның сыртында жаңағы адам қайтыс болады, жаназа намазын атқарамыз. Үлкен асханаларда ас беріледі, ол жерлерге барып қызмет, жаңағы ас мәзірін өткіземіз, уағыз насихаттар айтамыз, халықты бірлікке, ынтымаққа шақырамыз. Жалпы дінді сыртқы бейнесінен, жаңағы дін дегенде жаңағы сақал немесе балақ немесе намаз, құлшылық, яғни осы сыртқы формасымен баға беру дұрыс емес негізі. Дін деген негізі не ол? Дін болу үшін бізге, яғни дін болу үшін 3 нәрсе керек. Діннің тірегі 3 негіз дейміз ғой. Яғни бірінші иман керек, сенім. Бұл дініміздің 25%-ын құрайды.
екінші ислам дейді. Ислам деген шариғат. Қалай құлшылық жасайсыз, қандай амалдар, не адал, не арам, енді тіршілік, барлық амалдар жүзеге асырылатын құлшылық бәрі бұл ислам деп аталады. Бұл да дініміздің 25%-ын құрайды. Үшіншісі не деген кезде, үшіншісі ихсан ілімі дейді. Ихсан деген ол көркем мінез екен. Дін деп үш түрегінде ата мұсылманға анықтама бердіңіз. Қоғамға тоқталса, қоғам ол өзінің жаңағы әлеуетімен, тарихымен топтасқан бір топ делік, иә. Ал біздің осы қоғамымызда көбінесе бәрі емес, бірақ кейбір жастар арасында, ересектер арасында мындай сөз бар. Дін деген ол болмайды, бұл харам, бұл шектеу деп түсінетіндер бар. Әрине. Оған не айта аласыз? Енді әр адамның өзінің санасы бар ғой. Дінге әркім саналы түрде дінді қабылдайды. Құранда аят бар, ла икраха фид-дин, дінде қиыншылық не жоқ, зорлық зомбылық жоқ. Әркім өзінің жүрегімен, ықыласымен дінді қабылдайды. Ал енді сол өмір сүріп жатқан ортада, қоғамда дінді ұстап қоғамнан ажырап қалмау керек. Міне бізде проблема осы. Дінді ұстанады да қоғаммен байланыс жоқ. Сондай бізде кейбір азаматтар бар. Бөлектесіп, қоғамды, біздің мақсатымыз не? Біз қоғаммен біріктіру. Имам ретінде біз айтамыз, дін деген, ол дін тек мешіттің айналасында болмау керек. Отбасында, ошақ қасында, ағайын туыспен араласқанда. Дінді біз айтамыз. Дін не деген? Дін деген әдеп. Дін деген не деген? Мен айтатым, дін деген мәдениет. Біз дін деген ұлттық құндылықта ол дінде бар нәрсе. Өйткені дін тек қана арабқа халық келген жоқ, ол адамзатқа жіберілген дін, ислам. Сондықтан ол бүкіл әлем, жан-жақты халық дінді қабылдады. Сондықтан жаңағы дін деген кезде кейбір дінді түсінбейтін кісілер әлеуметтік желіге арабтың мәдениетін алып келіп жатыр. Арабизация болып жатыр бізде деген сияқты пікірлер айтуда. Негізінде олай емес қой. Енді қазақтың даласына кешегі қай заманнан алатын болсақ, 14 ғасырдан анау Атлақ шайқасынан бастап алатын болсақ, Таразының маңайындағы 751 жылғы жаңағы шайқастан бастап қазақтың даласына ислам келді. Бабаларымыз исламды қабылдады. Және Ханафи мазхабы, мазхаб деген құқықтық мектеп. Сол Ханафи мазхабы біздің дәстүрімізбен жанасып жатты. Сондықтан соны біз ұстандық. Бабаларымыз соны қабылдады. Кешегі мынау қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек, бертін келе Тәуке хан, қазақтың үш ханы, Алаштың арысы бәрін айта берсек, ол біз исламнан қазақ даласын біз алып тастай алу мүмкін емес. Мынау оңтүстік өңірге барсаңыздар, тарихи қалалар бар. Сауран қаласы бар, Сығанақ деген қала бар, Қызылорда облысында. Баласоғын қаласы, Сайрам, Исфиджаб, Түркістан, бұрынғы ескі аты Яссы. Осы енді қалалардың бәрі орны, Отырарды айтпағанның өзінде, Отырар оңтүстіктегі орны тұр ғой, қаланың орны. Міне осы қалалардың барлығын біз дін, исламнан біз алшақтап аламаймыз. Ислам, дін бізге жаңағы дәстүрімізге, біздің жаңа болмысымызға сіңді. Дінді қараңғылық, дін бізді болашаққа немесе жетістікке жеткізбейді деген түсінік ол қате пікір деп ойлаймын. Енді көрермен үшін нақтылап айтатын болсақ, дін мен қоғам бөлек дүние емес. Олар бірге, ата заманнан бірге дамып келе жатқан, ұштасып келе жатқан дүние. Енді мені қызықтыратыны, сіздердің әр жұма күні келетін қауымның арасында қанша пайызы жастар екен деген сұрақ. Әрине мешітімізге келетін жастардың енді 70-80% жас жеткіншектер. Ішінде тіпті мектеп жасындағы балалар бар, студенттер бар, қызметтегі әр саланың мамандары бар. Ол тек қана жұма намазында емес, күнделікті біздің 5 уақыт намазға жамағат көп келеді. Жастарға қандай рухани сүзгіні ұсына аласыз? Яғни дінге байланысты ақпаратты қайдан қалай алса болады? Әрине бізде
мешітімізде кітаптар жеткілікті, күнделікті біз жамағатқа әртүрлі бағытта уағыз насихаттар, сабақ дәрістер өтеміз. Мен және өзіміздің көмекші Темірлан имам бар. Әртүрлі жаңағы айтып атқанымыз шариғат фиқх саласы, хадис саласы, Құран сабағы, Құранды дұрыстап оқу, барлық бағыт бағдар біздің жаңағы біліміміз жеткенше жастарды сол тура исламды дұрыс жолмен ұстанып, сол дұрыс жолмен оқып, бағыт бағдар беруге қызмет етіп жатырмыз. Жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, алдағы уақытта келешекте біздер арнайы YouTube арнасын ашамыз, әлде бар деп өттіңіз. Жоқ, біз ондай жоспарларымыз бар. Жаңағы қазір барлық ақпарат даму қоғамда жұмыс жасап жатыр қой. Instagram парақшамыз бар, аккаунттар бар, әрбір мекеменің. Қазір бізде 26 мыңнан аса оқырманымыз бар. YouTube арнада? Жоқ, Instagram парақшамызда. Сол парақшада күнделікті мешіттің тұрмыс тіршілігі, мешіттің жұмысы, насихаттар, барлық жаңағы мешітке, дінге қатысты ақпарат сонда біз салып отырамыз. Оны өзім қадағалайып, арнайы маман бар. Енді алдағы уақытта бір YouTube каналын ашып, бір жаңағы подкаст сүретін сондай бір жоспарда бар. Мақсатымыз сол оқырманға дінді дұрыс бағыттау, насихаттау, исламды дұрыс түсіну, дұрыс насихат жеткізу. Сонда мынау көбірек біз әлеуметтік желі арқылы насихат көбірек болса, сонда мынау деструктивті, теріс бағытты жаңағы ағымдардың түсініктері өзінен өзі сыртқа шығады деп ойлаймыз. Жастар демекші, қазір жастардың арасында рухани даму деген тренд шыққан. Сіздің ойыңызша дінге байланысты рухани даму деген не, оның критерийлері қандай? Рухани даму деген енді мен түсінігімде әрине бұл бәрібір иман ар ұят ожданмен байланысты деп ойлаймын. Өйткені ішкі дүниесі, ішкі сарайы, мынау жаңа ихсан ілімі деп айттық қой. Дініміз көркем мінез, әдепті болу, дініміз әдептен басталады. Әрбір іске әдеппен қарау, тәртіп, кішіпейілдік, ұстамдылық. Осы мынау ихсан ілімнің пайдасы, ихсан ілімін көбірек насихаттап, жастарға соны дұрыс түсіндірсе, сонда рухани дамиды деп ойлаймын. Өйткені адам пендеміз ғой біз. Мешітке келгенде мүмкін біз тақуалығын ұстайтын шығар. Артық сөз айтпайсыз, артық нәрсе жоқ. Бірақ мен жамағатқа мынандай сөз айтамын. Нағыз намаз мешіттің қақпасынан шыққан кезде басталу керек. Мешітте ғана емес, қоғамда өзіңді қалай ұстайсың. Нағыз ораза біткеннен кейін басталу керек. Қажылыққа барған, немесе умраға жасаған қажылықтан келгеннен кейін басталу керек. Абай атамыз айтсақ, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ашық бол деді. Абай атамызды кезінде осы жастардың, осы қазақтың жастары қашан білімді болады, оқиды, парасатты болады, саналы болады, сауатты болады деп оймен кетті. Сондықтан бізде қазір жастарға айтатымыз, оқыңыздар, кітап оқыңыздар. Қазір жастар кітап оқымайды, кітапханаға бармайды. Өйткені ой өрісі онша емес. Өйткені кітап оқы. Телефон бәрін бізге дайын, мынау GPT деп жатырмыз ғой, бүкіл дайын продукцияны алып келеді. Соны жаңағы керегімізді алып, керек емесін сыпсай саламыз. Өзіңді өзің дамыту тоқтап қалмау керек. Ал енді пайғамбарымыздың бір ғана өсиеті бар осы жерде, осы мәселеге айтып кететін. Мұсылманның кешегі күні мен бүгінгі күні бірдей болса, ол мұсылман ұтылуда дейді. Ол не деген сөз? Яғни сен өзіңді дамыт, жан-жақты бол, ой өрісіңді кеңейт, кітап оқы. Біз енді қазақ деген ұлтпыз, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың жетік меңгер, тарихымызды біл, шежірені біл. Дінмен соны ұштастырып, ұстансаң, сонда міне дұрыс тұлға шығады деп ойлаймын. Сонда ол кәзімгі жаңа мешітке келген жастар антивирусы болады. Анау басқа ағымға, деструктивті басқа жаңағы теріс бағытқа кетпейді деп ойлаймын.
Сөзіңіздің басыңызда мұсылман деген сөзге анықтама бердіңіз. Мұсылман яғни не қолымен, не тілімен басқа жанға тиіспейтін тұлға деп, иә. Бірақ өкінішке қарай қазір жаңағы дінді жамылып алып, бір жаман әрекетке баратындар да бар. Соның кесірінен дінге сенбейтін тұлғалар жаман ойлауы мүмкін дін жайлы, мысалы. иә. Осы тұста не айта аласыз? Өкінішке орай ондай қазір ол енді бір қоғамда ондай өте көп. Намазын бір адам тастаса, 200 адам намазын бастап атқан шығар. Өйткені ол дін Алланікі ғой. Ешкімнің ол жекеменшік мүлкі емес. Ұстайсың, ол өзің ұстаймасаң проблема жоқ. Сондықтан адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз деп Абай атамыз жырлағандай, біз сол кемел адам принципі, жаңағы ислам кемел дін деп атырық қой, толыққанды дін. Өйткені ең соңғы дін бұл діндердің толықтырушысы. Ал енді кемел адам кім деген кезде, кемел адам, яғни кәміл адам, толық адам, жаңағы Абай атамыздың айтпағы не болды? Сол ойы тоғысқан, жетілген, білімді, парасатты, жан-жақты, ойлау өрісі кең, еліне, халқына пайдасы тиетін адамды айтты. Бізде дінді ұстап, пайда емес, біз зиян келтіріп жатырық та, өкінішке орай. Міне жастарды біз осыдан сақтандыруымыз керек. Жастарға осы күнделікті біз насихатымызда мешіттің жамағатына, халықтың, елдің арасына барғанда біз осы нәрсені көп айтамыз. Сондықтан дін көрінген адамның құралы емес. Дінді өзінің маманы сөйлеу керек. Діннің атынан кім сөйлейді? Бекітілген имам, ұстаз, жаңағы қызметкер, арнайы ресми жаңағы қызмет жасап жатқан адам. Ал қазір екінің бір дінді жаңағы 5-6 сүрені, 5-6 хадисті жаттап алып, әлеуметтік желіге шығып алып, діннің атынан сөз сөйлейтіндер көбейіп кетті. Ол кім? Қандай маман? Оған кім құқық берді? Қазір заң күшейіп жатыр. Тіпті жаңағы дінді насихаттап жүрген ешқандай ресми тұлғалар, ресми емес тұлғаларды жаңағы заң аясында жауапқа тартылып жатыр. Сондықтан ол дұрыс нәрсе деп ойлаймыз. Өйткені шымшық сойса да қазапшы сойсын дей ме? Әр адам өзінің саласымен айналысу керек. Сонда ол дұрыс болады. Соңғы сұрақ ретінде дін мен қоғам арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтауға болады? Тепе-теңдікті қалай сақтайсыз? Біз қоғамда өмір сүріп жатырық. Осы қоғамда біз күнделікті сол қоғаммен біз тығыз байланыстамыз. Жаңағы ауруханаға барамыз, халыққа қызмет көрсету орталығына барамыз, банкке барамыз, күнделікті дүкенге барамыз. Енді дүкеннен барып нан аласыз, азық-түлік аласыз. Ал енді ойбай ана дүкенде шошқаның еті сатылып жатыр екен, немесе шошқаның колбасасы сатылып жатыр екен деп нан алмайсыз ба сіз? Немесе жаңағы қоғамды жүрген жаңағы діннен алыс адамдарды ғайбаттамау керек. Ойбай мынау жүріс-тұрысы қандай, мынау неге мынандай? Өзіңді өзгеден жоғары қойма. Қайтсең де сен қайта сен сол қоғамға пайдам тисін де. Сен қоғамды қалай өзгертесің? Бір тамшы болса да. Сен дінді ұстанып, қоғамды өзгертіп жатқан жоқсың, қоғамға зиян тигізіп жатсың. Дін ұстау арқылы. Көрдіңіз ба? Мен намаз оқитын едім. Ана бір оразада ролик болды. Ауызашарға асығып кетіп бара жатыр екі жігіт. Жол ережесін бұзды. Полицейский тоқтатты. Сөйтті де, сіздер жол ережесін бұздыңыздар, мен сіздерге штраф жазам деді. Кешіріңіз, мен ауызашарға кетіп бара жатыр асығыз дейді. Сонда полицейский айтады, жаңағы полиция қызметі, жол патруль қызметкері, ертерек неге шықпайсыз? Сіз қазір жолда бір адамды қағып кетсеңіз, бізге оразаның қандай қатысы бар? Жол ережесін бұзуға. Сол сияқты сенің намазың мынау тіршілігіне қандай қатысы бар? Барып алып бір жерге ант ететін болсаң, бір мәміле жасайтын болсаң, мен намаз оқитын едім деп айтасыз ба? Жоқ, олай емес қой. Кім айтты намазханның бәрі періште деп? Кім айтты намазхандар өтірік айтпайды деп, ғайбат айтпайды деп? Жоқ, олай. Бірақ жаңағыдай намаз пайғамбарымыз айтқандай арсыздықтан, жамандықтан сені қорғамаса, онда намаздың пайдасы жоқ екен. Онда намаз сен не үшін оқып жүрсің? Намазың құлшылығымды жасайын, ибадат жасайын, бірақ өтірік айтасың, ғайбат айтасың, жаманшылық істейсің, қоғамға сенің пайдан емес зиян келіп жатыр. Ондай намаз сені арсыздықтан құтқармаса, оның намазың қаншалықты пайдасы бар? Көрдіңіз ба? Сондықтан, яғни
мұсылман адам кім деген кезде, жаңа пайғамбарымыз басында айттық қой, қоғамға, елге пайдасы тиген адам, тілі мен қолымен зиян келтірмеген адам. Осындай тұлға болып өсуіміз керек. Ал құлшылық, ибадат, күнделікті сіздің ол өзіңізге байланысты. Оны сіз мынау немен жаңағы байланыстырмаңыз. Ол өзіңіз Құдайдың алдында барғанда сіз жауап бересіз ол үшін, намазыңыз үшін, оразаңыз үшін, құлшылығыңыз үшін. Солай ғой. Міне сондықтан біз жаңағы қоғамды осылай тепе-теңдікте ұстауымыз керек. Зайлы қоғам дінге шектеу деген сөз емес қой. Мешітке барамын деген қанша адам келіп намазын оқып жатыр. Құлшылық жасайтын адам құлшылығын жасап жатыр. Құран үйренемін, сауатымды ашамын деген қаншама жастар келіп білім алып жатыр. Бәріне біз қызмет жасап жатырмыз. Сондықтан мешіт, яғни дін қазіргі таңда қоғамға өз үлесін қосуда деп мен 100% айта аламын. Өйткені сенім болмаса, бір нәрседен жаңағы иман болмаса, ол мешіт жаңағы президентіміз айтты, рухани ортаға айналу керек. Рухани біз жаңағы орталық болуымыз керек. Мешіт тек қана басымызға іс түскен кезде, қиналған кезде, жаңа бір сондай кезде қана емес, біз кез келген уақытта сүрінгенді тұрғызатын, жылағанды жаңағы жұбататын, жәрдемші болатын, барлық нәрсені осы мешіт не істеу керек? Жалғау керек. Инемен жыртықты жамайтын адам бар. Ине бар, тігінші бар. Діннің насихат айтатын адам сол тігінші сияқты болу керек екен. Мына қоғамдағы жыртықты не істейтін, жамайтын адам сияқты, тігінші сияқты болу керек. Міне жаңағы хадистің түсіндірмесі осылай. Жастарымыз сізге қандай мәселемен, сұрақпен келіп жатыр қазір? Өте көп. Енді основной негізгі мәселелерді айтып кететін болсақ, ата-анаға құрмет, суицид, жастар арасында, жасөспірім арасында қылмыс көп қазір. Биылдың өзінде 4 азаматымыз бір-біріне жаңа кісі қолынан қаза тапты. Біз солардың жаназасына, солардың несіне бардық, көңіл айтып, жаназасын атқардық. Қылмыс жасау, оның жазасы, негізгі проблемалар осы деп ойлаймын өзімше. Осы мәселелерді әрине көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Үндеу ретінде делік, халыққа, жастарға 1-2 ғана сөйлеммен қорытындыласақ. Қазақ атамыз қоғамды 3-ақ сөзбен тәрбиелеген. Мен осыған тоқталам. Жаман болады, обал болады, ұят болады. Осы 3 сөздің мағынасында бүкіл тәлім тәрбие жатыр.